Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге менің екі баламның бір күндік режимі қалай өтетіні жайлы видео түсірген болатынмын. Барлығын қалай бар солай түсірдім. Видео ұнап жатса лайк басып отырыңыздар. Ең бірінші таңғы 8-де тұрып, балалар ұйықтап жатқан кезде таңғы асты дайындаймын. Бүгін таңғы асқа шакшука және қасына каша дайындаймын. Жуканы балаларды жетімдей етіп, гхи майына пісіремін. Таңғы ас жасап жатқанда менің 10 айлық балам тұрып кетті. Бұл баламның ұйқысы аздау және өте беймаз. Сіздерде қалай екінші балдарыңыз? Осылай баламды көтеріп жүріп, таңғы асты дайындаймыз. Одан кейін 8:30-да қызымды оятып, жуындырып, тістерін жуып тазалаймыз. Қызымның жасы 2-де және біз тістерін жууды 1 жасынан бастағанбыз. Негізінде баланың тістерін алғашқы тістері шыққан кезден бастап жуу керек екен. Одан кейін беті қолын сүлге сүртетін кезде сүлгімен осылай ойнап аламыз. Қызымды жуындырып болғанша мына жақтан тамағымыз пісті. Негізінде балаларға арналған ыдыстарды заказ беріп қойдым. Ол заказдарым келгенше осылай біздің ыдыстармен іше беретін болады. Бұл жерде 2 жасар қызым мен 10 айлық баламның таңғы асы. Қызым тамақ жегенде міндетті түрде тәтті деген сөзді айтады. Екі балам тамақты дәл осылай шашып төгіп жейді. Бұған таң қалмаңыздар, қалай бар солай көрсетіп жатырмын барлығын. Таңғы асты ішіп болғаннан кейін далаға таза ауаға серуендеуге шығамыз. Далада тек көлеңке жерлерде ғана серуендейміз, өйткені балалардың ойнайтын жерлеріне күн түсіп тұр, күн өте ыстық Шымкентте. Далада тек жарты сағаттай ғана серуендеп, одан кейін үйге кіріп, осындай қызыма әртүрлі жаттығуларды жасатамын. Дәл осы аяққа басатын ойыншықтарды мен Тему сайтынан заказ берген едім. Баладағы аяқтың моторикасын дамытады. Омарды ходунокқа салып қойып, осылай қызыммен жұмыс жасаймын. Қызымды ойнатуға менің 1 сағаттай уақытым кетеді. Негізінде балаларға артық ойыншықтар алып берудің орнына тек дамытатын, развивающий ойыншықтар ғана алып беруге тырысып жатырмыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Дәл осындай балаларды дамытатын, сөйлететін ойындарды каналыма салып отыратын боламын алдағы уақытта. Осы дамытушы ойындар менің қызымның дамуына, сөйлеуіне жақсы әсерін беріп жатыр. 10 айлық баламның да қолының ұсақ моторикасын дамытуда дәл осындай ойындарды ойнатып қоямын. Одан кейін жануарларды үйрету мақсатында дәл осындай ойынды ойнатамын. Осы ойыншықты Pinduoduo сайтынан заказ берген болатынмын. Одан кейін Омарды ұйықтатып, қызыма осындай дамытушы мультиктер қосып беремін. Қызым осы жануарларға қарап дауыстарын айтады. Сол кезде өзім түскі ас жасауға кірісемін. Түскі ас уақыты маған жасауға 15 минут қана уақытым кетеді. Омар жарты сағат ұйықтап тұрғаннан кейін қызым екеуі осылай түскі асты жеп алады. Түскі астарын ішіп болғаннан кейін осылай ваннада 1 сағаттай ойнайды. Одан кейін 2 баланы ұйықтатып тастаймын. Омар күндізгі 2-ші ұйқысын ұйықтайды. Сол уақытта YouTube үйренуші оқушыларының каналдарын бір тексеріп аламын. YouTube жүргізуде шәкірттерім жақсы нәтиже көрсетіп, айлыққа шығып жатыр. Сіздерде YouTube'дан табыс тапқыларыңыз келсе, маған жекеге жазсаңыздар болады. Одан кейін кешкі асты жасап қойып, балаларымды оятамын. Балаларым тұрғаннан кейін айран және банан беремін. Және тағы да далаға шығамыз. Ауламызда осындай балаларға арналған ойнайтын жерлер бар. Сол жерге барып, балам мен қызымды ойнатып келемін. Ауладағы қыздар Софияны жақсы көреді. Қызымды ойнатып, өздері қарап береді. Жолдасым жұмыстан келгенше дәл осылай далада 2 баламен ойнаймыз. Жолдасым келген соң үйге кіріп, кешкі асымызды ішеміз. Кешкі ас ішіп болғаннан кейін жолдасым балаларын магазинге апарады. Магазиннен қызым тек құртқа ғана жабысады, құрт алады және су алады. Және де бүгін YouTube'дан табысым түскен болатын, сол табысымды магазинге барған кезде шығарып алдым. Одан кейін ұйықтарын алдын 1 сағат далада 2 баланы серуендетеміз. Солай үйге келіп 2 баланы сағат 10-дардың кезінде ұйықтатамыз. Осылайша 2 баламның 1 күндік режимі осылай өтеді. Ал сіздерде қалай өтеді? Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.